Сақ тайпалары өмір сүрген көне заманның тарихынан сыр шертетін жәдігерлер кешені. Ел шежіресін тарқатуға мүмкіндік беретін ұлы даланың баға жетпес құндылықтары. Баянауыл ауданындағы Торайғыр көлінің жағасында орналасқан Сақ қорғаны біздің дәуірімізге дейін 2,5 мың жыл бұрын болған тіршіліктің айнасы. Қарасаң көздің жауын алатындай таудың бөктерінде бірнеше гектар жерді алып жатқан кешеннің ортасында 20-ға жуық мола орналасқан. Ерте темір дәуірінің тас мола мәдениеті бойынша дүниеден озған адамдарды осындай кешендерге жерлейтін болған. Кешен шығысқа қаратылып, мұрт тәрізді тас доғалы екі тізбектен тұрғандықтан мұртты қорған аталып кеткен. Қорған дегеніміз жалпы құрылымы бойынша бұл бізде тас жер аралас үйінді болып табылатын қорған типтес сонда бір кешен болып табылады. Сақ қорғандары дегеніміз, яғни бұл бір ғана қорған емес, бұл бірнеше оннан аса қорғандар кешені қалыптасқан, және осы жерде олар тізбектеле бір тізбектің бойымен орналасқан болатын. Қорғанның негізгі құрылымы айта кететін болсақ, әсіресе осы мұртты қорғандар деп атайтын сақ қорғандарында негізінен екі құрылымнан тұрады. Ең алдымен бұл бізде үлкен қорған. Бұл жерде көбінесе енді адам жерлеулері кездеседі. Жай ғана енді қарапайым адам емес, сонымен қатар мысалға ақсүйек қауымына жататын кезінде бір дәрежесі жоғары болатын, сондай бір адамдар жерленген болатын. Одан әрі үлкен қорғанның алдында кіші қорған орналасқан. Міндетті түрде және де бұл кіші қорғанда енді адам жерлеулері кездеспейді. Көп жағдайда құрбандыққа шалынған жануарлар сүйектері. Атап кететін болсақ, осы Торайғыр сақ қорғандары бойынша көбінесе жылқы жануарларының сүйектері кездеседі. Міндетті түрде кіші қорғаннан тас жолдар көрсетілген. Тас жолдардың негізгі енді ұзындығы деуге болады, яғни 20-50-ден жоғары, енді 50 метрден жоғары деңгейде көрсетілген, яғни ұзынан тізбектеле орналасқан. Айта кететін бір жайт, міндетті түрде осы тас жолдар шығысқа ғана бағытталған болады. Мұртты қорғандардың тек қана шығысқа бағытталуы тайпалардың күнге табынғандығының, сондай-ақ күн жүйесі, бағыттары жайлы мағлұматтары болғанын дәлелдейді. Кешеннің негізгі құрылымы сол кездегі қолда бар шикізат тау тастар болса керек. Ең үлкені 20 метрден жоғары, биіктігі енді 1-2 метрге дейін болған болатын. Негізгі құрылымы, қорғандардың жалпы жасалу құрылымы ең алдымен мысалға адам жерленген кезде орталық бөлігінде жерлеу орны орналасқан болатын. Одан кейін үстіне жер тас аралас үйінді мен кішігірім тастарды жапқан болатын. Оның үстінен мысалға енді жермен және ең соңғы үшінші қабаты үлкен ірі тастармен қаланған болатын. Аталған қорған археологиялық құндылығымен қатар культтік мемориалдық кешен дәрежесіне де ие. Себебі бұл жерде менгір немесе қойтастар деп аталатын тас стеллалар мен бұғы тастар орналасқан. Ұзындығы 4-тен 8 метрге дейін, салмағы 10-даған тоннаны құрайтын тастарда арнайы орындарда дайындағанда осында әкеліп тікеден тік орнатқан. Олардың көне дәуірде соншалық шеберлікпен қашалып, өңделгеніне таң қалмасқа амалың жоқ. Негізгі биіктігі әрине 4-5 метрге дейін жеткен болатын, жерге қадалып тігінен міндетті түрде қорғанның орталық бөлігінде орналасқан болатын. Осындай менгір тастар мен тас стеллалармен қатар Торайғыр сақ қорғандарында сонымен қатар қойтастар да кездеседі. Не себепті енді қойтастар деп аталғанымыз, яғни оның формасына қарап айтуға болады. Және осы қойтастардың негізгі ерекшелігі күнге табынудың дәлелі ретінде бас жағында күн бейнесі бейнеленген. Осы тастар тігінен жерге қадалып орналасқан болған, және де адамдар осы жерге келіп соған табынған болады. Жаңа жоғарыдағы айтып кеткен бірінші қойтасымен қатар екінші қойтасы бар. Бұл бізде екінші жағында орналасқан. Бұндадағы ешкінің суреті бейнеленген тасқа қашалып жасалынған, және бас жағында қойтастың жоғарғы жағында күн бейнесі бейнеленген. Сонымен қатар бір ғана ешкі емес, мына жерде бірнеше ешкілердің күнге қарай жүгіріп бара жатқан композициясы өте жақсы бейнеленген болатын. Қорғанның құндылығы Ұлыбританияның әйгілі Стоунхендж обсерваториясымен тең деген пікір бар. Тарихшылардың пайымдауынша, мұртты қорған ежелгі адамдардың аспан әлемін зерттеу, ауа райын болжау қызметтерін атқарған. Қазіргі меже осынау құндылықты аспан астындағы мұражайға айналдыру. Осы мақсатта Баянауылдың әр аймағынан табылған балбал тастар аталған кешенге жиыстырылуда.
Бұл бізде Балбалтас түрік қағанатына жататын, яғни сол кезеңге, ерте түрік кезеңіне жататын Балбалтастар көрсетілген болатын. Өте жақсы, мысалға, енді бейнесі жасалынған болатын. Бұл бізде ер адам. Себебі енді әйел адамдар, ер адамдардың бейнелері тасқа қашалынған кездегі балбалдар, бұлар өздерімен енді айырмашылықтары болады. Мына жерде бұл бізде ер адамның бейнесі көрсетілген, яғни көздері, мұрны, аузы өте жақсы тасқа қашалып, шебер суреттелінген болатын, және жоғарғы жағы, бас жағы кішкене енді үшкірленіп жасалынған дүние. Сондықтан ер адам деп те айтаймыз. Ал бұл дамыған қола дәуіріне жататын Кемпіртас жерлеу кешені. Кемпіртас тауы маңында орналасқан кешен металл балқытуды меңгерген алғашқы металлургтер мен малшылардың отбасылық қорымы. Бұл жерде олар әулетімен жерленген. Совершенно недалеко, буквально в 1,5 километрах отсюда, в зарослях ольхи они жили. Осында жақын 1,5 шақырым жерде қандағаштың арасында бұл тайпалар өмір сүрген. Осы жерге қорымдарын қалдырған. Олар тастан қаланған қоршаулар, оның ішінде тас шашіктер. Бұл қола дәуірінен қалған ескерткіш. Біздің дәуірімізге дейінгі 15 ғасырға, яғни 3,5 мың жыл бұрынғы кезеңге тиесілі. Әзірге қорымнан 30 адамның моласы табылған. Қола дәуірі мәдениетінің артықшылығы жоғары деңгейде дәстүрлердің сақталғандығында. Мәселен, ою өрнектері біркелкі салынып, геометриялық өлшеммен шебер жасалған құмыралар табылыпты. Өте сапалы өңделген тастармен қапталған қорымға қарап, көне заман адамдарының архитектуралық қабілеттері жоғары болғандығы жайлы тұжырымға келуге болады. В могилу укладывались сосуды. Қабірге адаммен бірге керамикалық ыдыстар жерленген, әйелдермен қола әшекейлер, ерлермен қола қарулар қоса жерленген. Олар о дүниеге сенген. Сәйкесінше, адам бұл өмірден ата-бабаларының өміріне ауысқанда жердегі атрибуттарын ала бару керек деп есептеген. Біз үлкен қоршаудың ішінде орналасқан қабірлерді қаза келе, кішкентай балалардың да сүйектерін таптық. Олар балалардың өлімі жиі болған кезеңге жатқызылады. Туғаннан 1 жасына дейін. Балалар аналарының жанына қойылған. Олар әлі кішкентай болғандықтан о дүниеде қадағалайды деген сеніммен ересек адамдардың қасына жерлеген. Как жили вместе, так и уходили вместе. Біздің дәуірімізге дейінгі 15 ғасырға жататын қорым кешені 80-ші жылдары табылған. 2000-ші жылдардың басында тарихшы археолог Виктор Мерц қазба жұмыстарын бастады. Ал қазір Әлкей Марғұлан өңірлік археологиялық орталық айналысуда. Жаз бойы ғалымдар мен археология факультетінің студенттері зерттейді. В 80-е годы здесь работала археологическая экспедиция. 80-ші жылдары ғылым академиясының археологиялық экспедициясы 1-2 қоршауды қазыпты. Біз келіп барлау жасағанда қорымның анағұрлым көп екенін көрдік. Осылайша ашық аспан астындағы мұражай ашу шешімі қабылданды. Егер инфраструктураны дамытса, туристер үшін бұл таптырмас жер болар еді. Было принято решение создать здесь как раз-таки музей под открытым небом. Ашылған әрбір жаңалық үлкен еңбектің жемісі. Өкініштісі, кешеннің әлі қоршалып қорғалмай тұрғандығында. Тіпті қорымның жалғасы машина әрі-бері жүретін жолда да қалып қойған. Жуық арада қамқорлыққа алынып жүйелі жұмыс жасалмаса, тарихи жәдігердің осылай аяқ асты ұмыт қалуы әбден мүмкін. Оның үстіне, жаз бойы табиғат аясында демалуға ағылған халық кешенді тамашалауға келіп, қоқыстармен ластап та кетіп жататын көрінеді. Ақпараттық тақтайша да жоқ. Түйіні шешілмеген көп мәселе үлкен археологиялық кешен жасауға қол байлау. Бұл қорымның маңайы тарихқа тұнып тұр. Жолдың арғы бетінде қорымда жерленген адамдардың тұрған жері, көне жазбалары бар тастар, қазақ ауылдарының қыстаулары орналасқан. Осының бәрі зерттеуін күтіп тұрған жәдігерлер, қорғап, қоршап, болашаққа қалдырар мәдени, тарихи, археологиялық құндылықтар. Қолда бар жәдігерлердің қадіріне жетіп, тарих келбетін бүгін қайта жаңғыртпасақ, ертең кеш болуы әбден мүмкін.